Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математиканың 4-ші сынып 54-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарға көбейту алгоритмі. Бірінші тапсырма. Картаға қара. Қазақстаннан ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енген нысандар картада белгіленген. Осы нысандардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол қазақ халқының өткен тарихынан ерекше ескерткіш. Негізі қаланған уақыт 1396-1399 жылдар. ЮНЕСКО-ның тізіміне енген жылы. Бұл нысанның негізі қаланғаннан бастап ЮНЕСКО тізіміне енгенге дейін уақыт қанша өткенін анықта. Яғни, тізіміне енген жылдан қаланған уақытты алып тастаймыз. 607. 607 жыл өткеннен кейін ЮНЕСКО тізіміне енген екен. Екінші тапсырма. Көбейтудің қалай орындалғандығы туралы түсіндірілген. 4 таңбалы санға 3 таңбалы санды үлгі қылып көрсетіп қойған. Осыған қарап келесі тапсырмаларды орындаймыз. Баған түрінде жаз және есепте. 1235-ке 201-ді көбейтсек 248 мен 235 шығады. 5261-ге 105-ті көбейтсек 552.405 шығады. 2541-ге 205-ті көбейтсек 520.905 шығады. 2311-ге 203-ті көбейтсек 469.133 шығады. 4078-ге 103-ті көбейтсек 420.034 шығады. 4703-ге 201-ді көбейтсек 495.303 шығады. Келесі тапсырма. Берілген сандардан сызба бойынша өрнектер құр және олардың мәнін тап. Берілген сан дегеніміз бізде түстермен берілген. Күлгін түстің орнына күлгін түсті сандарды қойып есептейміз. Сары түстің орнына сары түсті сандарды қойып есептейміз. Мына жерде үлгі көрсетілген. Осы үлгіге қарап, сендер өздеріңде сандарды ауыстырып жатсаңдар болады. Біріншінің мәні 3290-ға 409-ды көбейтіп, оған қосамыз 1726 мен 205 санның көбейтіндісін. Сол кезде шығады 1.699.440. Бірінші есептің мәні. Екінші есепте 6732-ге 206-ны көбейтіп, осы көбейтіндінің мәніне 205 көбейту 4511 көбейтіндісін қосқанда 2.311.547 шығады. Екінші есеп. Бесінші тапсырма. Мектеп жанындағы бақтан 4 тонна 590 килограмм алма және 3 тонна 660 килограмм алмұрт жиналды. Алма әрқайсысына 15 килограммнан сиятын, ал алмұрт әрқайсысына 12 килограммнан сиятын жәшіктерге салынды. Мәтінді пайдаланып есеп құрастыр. Бізге мына жерде үлгі көрсетілген, осы үлгіге қарап есеп шығарамыз. Енді шешуінде 306 жәшік алма, 305 жәшік алмұрт, 611 жәшік бар 4 тонналықтан. Және 4 тонналықтан бір жәшік артылып қалған екен. Осы есепті мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Өрнектерді және олардың мәндерін салыстыр. Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ғимараты мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілді. Онда бірнеше музей орналасқан. Музей кассасында 40 мың билет болды. Оның 8 мыңы балаларға, ал қалған ересектерге арналған. Балалар билеті ересектер билетіне қарағанда неше есе кем. Бұл жерде музей кассасындағы билеттен балалардың билетін алып тастаймыз. Сол кезде ересектердің билетінің саны шығады. Ересектердің билетінің саны шығады 32 мың. Енді балалардың билетінің қанша есе кем екенін анықтау үшін ересектердің билетінен балалардың билетін бөлеміз. 4. Яғни балалар билеті 4 есе кем екен. Тапсырмасы. Музей қоймасында әлі қойылмаған 40 мың жәдігер бар. Оның 8 мыңы үлкен қораптарда, ал қалғаны кішкентай қораптарда сақталған. Кішкентай қораптар әр сөреге 100-ден қойылды. Қораптар неше сөреге қойылды. Яғни, бұл жерде 40 мың қораптан 8 мыңды алып тастаймыз. 32 мың кішкентай қорап шығады. Енді осы 32 мыңды бөлеміз 100-ге. 100
100 сөреге. Сол кезде біздің қораптар неше сөреге қойылғандығы шығады. Яғни қораптардың барлығы 320 сөреге қойылып шыққан екен. Жетінші есепте қосу, азайту, бөлу және көбейту амалдары берілген. Өте оңай. Бұны өзіміз шығарамыз. Бірінші жақшан үшін орындаймыз. Екінші сол санға бөлеміз 964.800-ді. Үшінші көбейтуді орындаймыз. Төртінші азайтамыз. Бұның мәні 176 шығады. Бірінші есептің мәні. Екінші есептің мәні 5878 шығады. 5878. Екінші есептің мәні. Үшінші есептің мәні 16800 шығады. Екінші есептің мәні. Төртінші есептің мәні 325724 шығады. Төртінші есептің мәні. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Сегізінші тапсырмада теңдеулер берілген. Бірінші теңдеудің белгісіз мәні 99 шыққан, яғни 96-да 96. Екінші есептің белгісіз мәні 489 шықты. 35697 тең 35697-ге. Үшінші есепте белгісіз мәні 16, 453-те тең 453. Төртінші есептің белгісіз мәні 71, 405-ке тең 405. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Тоғызыншы тапсырма. Егер текшелердің қабырғасының ұзындығы 2 сантиметрден болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Бұл жерде бірінші фигураның көлемі 168 сантиметр куб, екінші фигураның көлемі 128 сантиметр куб. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. 10-шы тапсырма. Халықаралық байланыс қоңырауы үшін Болат 2820 теңге төлеуі тиіс. Болат 2 рет қоңырау шалып 5 минуттан сөйлесті. Телефонмен 1 минут сөйлесу құны қаншаға тең болды? Енді бұл жерде төлеу құны 2820 теңге, қоңырау 2 рет шалынды 5 минуттан. Осы 2-ні 5-ке көбейтеміз, сол кезде сөйлескен уақыт шығады. Және төлеу құнынан сол 10 минутты алып тастаймыз, бөлеміз. 2820-ны 10 минутқа бөлеміз. Сол кезде 1 минутқа қанша теңге төленгені анықталады. Яғни 1 минутқа 282 теңге төленген екен. Екінші тапсырма. Арманның мобилді байланыс тарифінің ақысы 100 минут. Сөйлесуге 1600 теңге. Ал Әлияның тарифының ақысы 120 минут. Сөйлесуге 2160 теңге тұрады. Кімнің тарифі тиімді? 1600-ді 100 минутқа бөлеміз. 16 теңге 1 минутқа кетеді. Әлияныңқы 2160-ды 120 минутына бөлеміз. 18 теңге минутына кетеді. Енді екеуін салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Әлияның тарифі үлкен, яғни қымбат екен. Бұл жерде Арманның тарифі тиімді. 1 минутқа 16 теңге кетеді. Өрнектердің мәнін тап. Өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде де қосу, азайту, бөлу және көбейту амалдары берілген. Мен тек мәндерін айтып кете салайын. Бірінші есептің мәні 893.633. Бірінші есептің мәні. Екінші есептің мәні 562.121. Екінші есептің мәні. Үшінші есептің мәні 29.397. Бұл үшінші есептің мәні. Төртінші есептің мәні 2 миллион. Бүйтіп қоян шатаспас үшін 2.824.691. 2 миллион. Бұл төртінші есептің мәні. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз.
Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.